Иә, біз халық пен биліктің ортасында жүрген трибунамыз. Жақсыны жақсы, жоқты жоқ, барды бар деп айтамыз. Ағайындар, өткен аптада біз Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Әлжан ауылына барып келдік. Өздеріңіз білесіздер, өзіміздің әлеуметтік желілерге, парақшаларға бәріне сол ауылдың Әлжан ауылына жері туралы сюжет түсіріп салған болатынбыз. Осы барған сапарымызда Айыртау ауданының әкімі Меңдібаев Жақсылық Мейрамұлы және Салмар Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Сәлім Мырза келді. Халықпен кездесу өткізді. Сәлім Мырза өзінің осы 25 жыл бойы атқарған ауылға сіңірген еңбегі жайлы айтты. Аудан әкімі былтырғы жылы осы ауылға келе алмай қапты, биыл арнайы келгендігін айтып есеп берді. Ұзаққа созылған жиналыста көтерілген мәселе ең алдыменен осы Салмар Агрода үлескерлер, яғни жерлері бар азаматтар өздерінің жерін бөлек алып шығу үшін талап тілектерін айтты. Жиналғандар екіге бөлініп, біреулері Салмар Агро агрофирмасын мақтады, екіншісі барынша сол жоқ дүниені жоққа шығарғысы келді. Салмар Агроның бас директоры ауылды мектепте көмектесіп тұрғандығының және де Ұлы Отан соғысына арналған ескерткішке үлес қосқандығының, Сәбелі деген дәмхананың салынып жатқанда соған көмектескендігін және жылу орнатып жатқандығын айтып ақталды. Иә, бұл жерде түрлі пікірлер болды. Дей тұрғанменен біз аудан әкімінің сөзіне құлақ түрдік. Ешқандай мүмкіндігінше осы фирмадан бөлінбеңіздер, жағдай жасалады, ауыз су тартылады, жол салынады деп барынша уәде беріп, бірақ осы Салмар Агрода ұзақ жыл қызмет атқарған, бүге-шүгесін бәрін білетін, қиындықтарды көзбен көрген, соны бір жағынан шығысып жеңген Қалым есімді ағамыз өзінің пікірін ашық айтты. Байқал есімді ағамыз да осы фирмадан үлес көру болса да мал ұстап отырғандықтан жерді көрші аудандардан 130 км жерден барып алып келетіндігін айтып шағымданды. Біраз мәселелер айтылды. Енді Салмар Агроның тағдыры қалай болатынын оны білмейміз, бірақ Айыртау ауданының әкімі ауылды сақтап қалу үшін алдымен мектебін сақтау керектігін айтты. Қазіргі таңда осы Әлжан ауылында 18 бала білім алып жатыр екен, мектептері жайлы жылы. Осыдан 10 жыл бұрын бұл ауылда 120 үй болған екен, қазіргі таңда 39 түтін бар. Ендігі мәселе Салмар Агро жаңағы үлескерлердің талап етушілердің жерін бере ме, бермей ме, енді ол алдағы уақытта шешіледі.